Арықтауға себеп болатын 8 ауру туралы білесіз бе? Тым арықтау да, қатты салмақ қосу да қандай да бір аурудың белгісі болып табылады. Бірден салмақ жоғалтып арықтау өте қауіпті. Мұндай жағдайда қандай да бір аурудың белгісі екен анық. Егер сіз күнде салмақ жоғалтып жатсаңыз, онда дереу дәрігерге барып тексерілуден өтіңіз. Негізінде арықтаудың екі түрі болады: жалпы және медициналық. Жалпы арықтау адамның арнайы іс-әрекеті болып табылады, ал медициналық арықтау бір ағзаның ауырып жатқанын білдіреді. Бұл сіздің өміріңізге қауіпті екенін ұмытпағаныңыз жөн. Арықтаудың себептері: бірден арықтауға стресс, күйзеліс, психикалық салмақ, қорқыныш пен үрей себеп болады. Сонымен қатар тамақтану тәртібінің бұзылуы, диета мен аштық, өтпелі кезең, гормондық өзгерістер, есірткі мен